Мотивациядан да маңызды, дисциплинадан да маңызды бір тақырып бар. Көзіңіздің от болып жайнап тұруына. Әрдайым таңертең ұйқыдан тұрғанда сізді алдыға мотивацияға жетелейтін, ол сіздің ішкі жан дүниеңіздегі құндылығыңыз. Всю жизнь она думала, что это прям оның құндылығы деп ойлады. Выясняется так, что это ол оның құндылығы емес. Сіз маркетингтің жертвасы болмайсыз. Балаңызға ондай артық жүк керек емес. Күйеумен отношения қарасаң бітшіт, өзіңе қарайсың, өз сүйіктісіңді таппағансың и отырсың да. Кез келген адам табысты болғысы келеді. Кез келген адам баласы үшін жақсы ана болғысы келеді. Кез келген адам өзінің өмірінде кез келген салада бақытты болғысы келеді. Күйеуімен қол ұстасып бақытты өмір сүргісі келеді. Мінекей осындай шынайы бақыт, шынайы гармонияға не жауап береді? Соңғы түсірген подкасттарымның бірі мотивация және дисциплина туралы болады. Және де ол көптеген адамда неше түрлі сұрақтар оятқанын байқадым. Ендеше одан да тереңірек тақырыпқа дайынсыз деген сөз. Одан да терең тақырып ол сіздің ішіңіздегі құндылықтар. Я, мотивациядан да маңызды, дисциплинадан да маңызды бір тақырып бар. Ол сіздің ішіңіздегі, көкірегіңіздегі, ішіңіздегі өзіңіздің құндылықтарыңыз. Құндылық. Көп естідік бұл сөз туралы, алайда шындап келгенде бұл не мағына береді? Және сіздің құндылығыңыз неде? Өзіңізге отырып, анализ жасап көріңіз. Осы видеоны құндылық туралы айтпастан бұрын тоқтатып, өзіңізге бір шынайы жауап беріп көріңізші. Менің құндылығым не? Жалпы мен құндылықпен өмір сүремін ба? Менде вообще құндылық бар ма? Бар болса қандай құндылықтар? Және мен ол құндылықтарды қайдан алып алдым? Деген сұрақтарға бір кішігірім анализ жасап жауап беріп көріңіз. На самом деле, көзіңіздің жайнап тұруына, от болып жайнап тұруына, әрдайым таңертең ұйқыдан тұрғанда сізді алдыға мотивацияға жетелейтін, ол сіздің ішкі жан дүниеңіздегі құндылығыңыз. Ол құндылық екі түрлі болуы мүмкін. Есть ложные құндылықтар, ложные ценности, есть истинные ценности. То есть өзіңізге алып алған навязанный құндылықтар болуы мүмкін, немесе шынайы өзіңіздің қалайтын құндылықтарыңыз болуы мүмкін. Екеуінің ара жігі өте екі түрлі. Сіз өзіңізді алдап жүрген болуыңыз мүмкін. Бәлкім бұл видеодан кейін өзіңізді опустошение сезінуіңіз мүмкін. Мә, шындап та менің құндылығым не? Деген бір іштей түсініспеушілік, өзіңізге деген разочарование сезінуіңіз мүмкін. И бұл керісінше өте жақсы бір прогрестің көрсеткіші. Себебі әрдайым бір проблеманы мойындау, оны уже шешудің өте үлкен бір көмегін береді. Сондықтан кеттік. Ең күшті маған ұнаған осы құндылықты түсіндіретін кезде ұнаған кітаптардың бірінен бастайын. Ол Виктор Франклдың кітабы «Сказать жизни да». Көбілеріңіз оқыған шығарсыздар. Блогта да көп рекомендация жасадым да бұл кітап туралы. Бұл кітаптың неге құндылыққа қатысы бар деп ойласаңыз, себебі Виктор Франкл және соған ұқсайтын тағы бірнеше кітаптар бар. Ол кітаптардың барлығын оқитын болсаңыз, ол жердегі басты геройлардың тірі аман қалуының бір ғана себебі бар. Ол мотивация емес, ол дисциплина емес. Ол как раз таки құндылық. Представляете? Адамның ішкі жан дүниесіндегі бар құндылығы. Мысалы, Виктор Франкл келеді неге да концлагерге. И ол жерге келген кезде адамдарды қарайды. Кейбір адамдар бар, очередь күтпей, басқалар итеріп тастап, бірден тамаққа жүгіретін, өзі бірінші жеп қалғысы келетін, артық тамақты қалтасына салып алатын деген сияқты. И сол кезде Виктор Франкл айтады, қараңыздаршы, қалай ойлайсыздар, кім бірінші шыдамай бұл қиыншылыққа қайтыс болады? Жауабы дұрыс. Шынымен де сол кісілер қайтыс болады. Себебі олар ішкі құндылықпен өмір сүріп жатқан жоқ, ішкі қалауларымен өмір сүріп жатқан жоқ. Олар тек қана выживание үшін сыртқы нәрсемен өмір сүріп жатыр. Виктор Франклдың ішкі құндылығы қандай болды? Өзінің ғылымын зерттеу, осы науканы зерттеу, адамдарды зерттеу және де өте тарихқа қалатындай бір жоба қалдырып кету болды. И сол құндылықтың арқасында ол тірі қалды. Яғни өзінің өмірінің бір мәні болды. Өмірінің бір қалауы болды. И соның арқасында да Виктор Франкл тірі қалды негізі. Тура сол сияқты біздің өмірімізде кейбір адамдар сұрайды менен, Серік, сен 2 баланың анасы бола тұра, қалай осыншама нәрсені үлгересің? Іштегі құндылық бар кезде саған мотивация керек емес. Іштегі құндылық бар кезде сені кризис ушатать етпейді. Іштегі құндылық бар кезде өмірлік сынақтар сені артқа тартпайды. Іштегі құндылық алдыға сені жылжытады, алдыға сені алып келеді.
да, мысалы қандай өмірлік этаптардан өтіп жатқанымызды барлық оқырмандарым білесіздер, да, мысалы балаларды ұзақ уақыт садикке бермедік, да, там кәдімгідей 4 жылдай, и получается балаларды мүлдем мультиксіз өсірудеміз, да, мысалы, и это и то при том, что біздің қасымызда няня жоқ, бабушкалар жоқ, да, толыққанды күйеуіміз екеуміз кезектесіп жұмыс жасаймыз, жүгіріп келіп, ол тастап кетеді, жүгіріп келіп, мен тастап кетемін. И сол кезде бізде құндылықтар болды, да. Қандай құндылық? Баланы эмоциялық интеллектісі жоғары қылып өсіруге тырысу. И сол жолда не көмектеседі? Соның барлығын еш талмай жасауға тырысудамыз. Өте қызық бір жағдай болды, маған консультацияға бір ханым келді. Бұл историяны ол өзі айтты, бөлісе берсеңіз болады. Маған өз өміріме сырттан қарау қызық деп, психологиялық талдау жасасаңыз болады деп айтқан болатын. Соңғы терапия бізде қызық өтті. Ол ханым терапия соңында өте қатты бір опустошение сезінді. Неліктен? Себебі осы күнге дейін өмір сүріп жүрген, оказывается, құндылықтары өзінікі емес екен. Ложное ядан келген. Ал ол оның ложное ядан келгендігін ұзақ уақыт бойы, яғни 30 жыл бойы білмеген. Ол менің құндылығым деп өмір сүрген. Да, мысалы, естественное материнствоны ұстануға тырысқандай, там, ертегі шоққа отырғызуым керек, сондықтан там ойлаңызшы, бала туыла салып, түні бойы тосу, памперсіз өсіру, баланы памперсіз ұйықтату, это столько энергии требует. Скажите же, каждый раз сиіп қойған затын ауыстыру, каждый раз нервничать, каждый раз рассчитывать, түнде тұрып уақытыңды өз ұйқыңды бөліп тосуға тұру, мысалы, да. Проработка барысында, инструментариялардың арқасында ол нені түсіндік? Ол құндылық өзінікі емес екен. Неге? Бірінші red flag был то, что ол сол құндылықпен өмір сүргенде шаршап қала берді. Портретіңді сал деген кезде, я очень нервная, мүлдем ештеңе ұнамайды деген сияқты сөздер айтты. Да? Екінші red flag ол басқа естественное материнство ұстанбайтын 24/7 подгузникпен жүретін балаларды көргенде мен оларды осуждать ететінмін деді. Яғни екінші red flag это осуждение. Егер сіз өзіңіздің шынайы құндылығыңызбен өмір сүргенде біреулерді осуждать етпейтін едіңіз, сіз түсінетін едіңіз, просто әркім өз өмірін сүруде деп. Үшінші red flag осуждать етуден бөлек, ол бұл жасаған іс үшін күйеуінен рахмет күтетін. Егер сіз өз құндылығыңызбен емес, басқа құндылықтармен өмір сүретін болсаңыз, көбінесе басқалардан рахмет күтесіз. Енді өзіңізге осы 3 сұрақты қойыңыз. 1. Мен өз өмірімде көп шаршаймын ба? Энергиям талып қала ма? 2. Басқаларды егер мен сияқты жасамаса, осуждать етем ба? Мысалы, мен мультик көрсетпеймін, бірақ аэропорттан Саида кеше ғана самолеттен түскенде көрді, әр баланың қолында, ол кішкентай 1 жасар бала болсын, 7 жасар бала болсын, барлығының қолында телефон. И Саида маған келеді, айтады, мама, неге барлығы көреді? Выходной ма деп, бізде просто выходнойда ғана көру рұқсаты бар, и ол выходнойда бір 20-30 минут қана көре алады. Сосын мен айтам, жоқ қызым, выходной емес, олардың мамасы рұқсат береді, бірақ мен сенің олай көргенді қаламаймын деген сияқты. И она понимает, дальше отвлеклась, ойнап кетті, да. Но у меня не было ни грамм осуждения в ту сторону мамы, которые прям 24/7 баласына мультик беріп отырған. Окей, это тоже нормально. Они выбирают так жить, да. Получается, второй red flag, осуждаете ли вы за что-то других людей? Например, там, ойбай, күніне 2 рет прогулкаға баласын шығармай ма? Ойбай, баласын алып қалай самолеттармен жүр деген сияқты, да. Почему? Потому что осуждениенің артында идет такая вот энергия, негативная, пассивная агрессияның энергиясы. Это значит, скорее всего, вы в своей жизни что-то делаете сильно, с таким вот сильным трудом, үлкен ресурсыңызды кетіріп деген сөз, да. И третий red flag это біреуден рахмет күтесіз ба? Мысалы, күйеуіңізден рахмет күтесіз ба? Или балаларыңыз өскен кезде, мысалы, 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін, балаңыз 30 жасар әйел, ер адам болғанда рахмет күтесіз ба? Дәл осы сұрақты клиентіме сұрағанда, ол ступор болды. Капец. Получается, 30 жылдан кейін мен сендерді 2 жасқа дейін мүлдем памперс кигізбегем, хотя все люди, все мамы памперспен балаларын өсірді деп отырам ба сонда деді, да? И өз-өзіне сұрақ қойып, өз-өзіне жауап берді. Для нее это был такой вот большой ступор. Она была в шоке.
Она говорит, я не ожидала, деп. Я понимаю ее шок, я понимаю ее разочарование, потому что она всю жизнь думала, что это, всю жизнь дегенде она болғалы. Всю жизнь она думала, что это прям ее, да, там, оның құндылығы деп ойлады, а потом выясняется так, что это ол оның құндылығы емес. Конечно, было обидно. А она этой ол құндылықпен қанша өмір сүрді, қанша энергиясын кетірді, да. Тура сол сияқты, қазір мен тыңдап жатқан кезде ойлауыңыз мүмкін, ой, қоя берші сүйреп, мен өз құндылығыммен өмір сүріп жатырмын деп, да. Или бір какое-то вот сопротивление пайда болуы мүмкін. И это тоже нормально, қыздар. Себебі ми сізді қорғағысы келіп тұр. Бірақ егер сіз шынайы өз құндылығыңызды білгіңіз келсе, онда сіз олай ойламайсыз. Сіз өзіңізге сұрақ қоясыз. Мә, шындап та, менің нақты құндылықтарым қандай деп. Мысалы, егер сіздің құндылығыңызда намаз оқу болатын болса, Аллахқа сену болатын болса, онда сіз өміріңізді соған қарай қоясыз, приоритетіңізді. Не так? Так, мына жаққа барайын, мына кездесуге барам, арасында әйтеуір уақыт болса намаз оқи саламын деген сияқты емес. Сіз намазханасы бар мекендер таңдайсыз кездесуге. Сіз намаздың төңірегінде кәдімгідей өзіңіздің өміріңізді пландауға тырысасыз. Егер намаз сіздің құндылықта болмаса, онда, скорее всего, сіз просто намаз оқу керек болғандықтан оқып жүрсіз. Тура сол сияқты даму керек болғандықтан жай ғана психологиялық бір кітаптар жай ғана оқып қоюыңыз мүмкін. Просто для галочки. Просто чтобы себе показать, жоқ, мен дамып жатырмын деген бір нәрсені өзіңізге дәлелдеу үшін бывает, біреулерге дәлелдеу үшін дегендей, да. Сондықтан тут самый важный ключевой момент сіздің құндылығыңызға бұл келе ма. Егер бұл шынайы сіздің құндылық болса, онда бір ол сізді шаршатпау керек, мотивация болмаса да, қиналсаңыз да сіз оны жасауға тырысуыңыз керек, иә. Әрине кейде шаршауыңыз мүмкін, адам болған соң бәріміз бір робот емеспіз ғой. Бірақ в целом мотивация қайдан табам блог жүргізуге, мотивация қайдан табам өз ісімді бастауға деген сияқты адамдар көп болады. Бірақ мотивация короткий сроктікі, да, соңғы видеода айттым. Поэтому мотивация іздегеннен көрі өзіңізге сұрақ қойыңыз, менің шынайы құндылығым неде? Ja? И ол сіздің құндылығыңызға сай болатын болса, каждый раз самореализовываться, өз ісімді табу деген құндылық сізде бар болса, онда сіз оны жасар едіңіз. Жасауға бір әрекеттенер едіңіз. Ой, бір скидка болғанда жазылармын терапияға емес, қазір мен бірінші кезекте менторствоға жазылғым келеді. Одан кейін уже басқа тірліктер деп приоритет қойып тастайтын едіңіз. Егер ондай приоритет болмаса, скорее всего, сіз әлі басқа құндылықпен өмір сүрудесіз. Жарай ма? Сондықтан құндылық неше түрлі болуы мүмкін. Не бывает такого. Мен сендерге қазір 20 тізім құндылық беремін, сол тізімнен өзіңізге таңдап алыңыз 3 күштісін деген нәрсе, ол өтірік әңгіме. Себебі қанша адам бар, сонша құндылықтар болуы мүмкін. Және де бір адамда бірнеше құндылық болуы мүмкін. Және де бір адамда құндылықтың орны өскен сайын өзгеруі мүмкін. Мысалы, дәл қазір сіз үшін маңызды құндылықтардың бірі дін, баланы дұрыс өсіру болуы мүмкін, бірақ 5 жылдан кейін сіз үшін маңызды құндылық самореализация болуы мүмкін. Сіз үшін маңызды бір құндылық финанстық независимостьқа шығу болуы мүмкін. Понимаете? Получается, әркімнің өзінің бір құндылығы бар, және ол құндылық уақыт сайын өзгереді. Маңыздысы прям вовремя өз құндылығыңды түсініп отыру. Сол кезде сіз өз құндылығыңызды нақты түсінген кезде сіз біреуден мотивация іздемейсіз. Бір. Екіншіден, сіз маркетингтің жертвасы болмайсыз. Ойбай, там балаға байланысты андай курс сатып жатыр екен, сатып ала салайын, анан бері сатып жатыр екен, ала салайын деген сияқты. Потому что сіз өз құндылығыңызды білесіз. Маған қазір бала тәрбиесі қатты қызық емес. Маған финансовая грамотность қызығырақ. Или керісінше, маған қазір бала тәрбиесі қызығырақ дегендей. Түсіндіре алдым ба? Яғни бұл жерде өте ключевой момент, маңызды, да. Сіздің құндылығыңызды өзіңіз білген кезде сізбен біреу манипуляция ешқашан жасай алмайды. Сіздің құндылығыңыз болған кезде, да, сіз айттым, біріншісі шаршамайсыз, екіншісі ешкім сізбен манипуляция жасай алмайды, және үшіншісі сіз іштегі бір гармонияны сезетін боласыз. Басқалармен салыстырмайсыз. Мысалы, біреудің күйеулері 101 роза сыйлап жатқан болуы мүмкін. Бірақ жалпы сіздің құндылықта ол қатты керек емес болуы мүмкін. Бірақ саласында, не, сен маған 101 роза бермейсің деп күйеуіміздің миын жеуіңіз мүмкін. Күйеуіңіз алады, жарайды, 101 розасын әкелейінші дейді, алып келеді мысалы. Бірақ сіз қатты бақытты емессіз. Гүлді алып алдыңыз, но қатты бақытты емессіз. Или ол бақытыңыз бір
бір 20 секунд, 20 минут длится. Потом обратно сол баяғы недовольное вы включаетесь. В чем вопрос, интересно, да? Тут уже надо задаться вопросом, да, неге? И тут самый важный ключевой момент, да, егер сіз өзіңіздің құндылығыңызға сай әрекеттенгенде, Аллах Тағала біз солай жаратты, мы уже довольствуемся просто өзімізбен ақ, да, просто из-за того, что мы это сделали, понимаете? И мысалы біреулер айтады, мен оны балам үшін жасаймын деп, да. Бірақ балаңызға ондай артық жүк керек емес. Ойлашы, бала 20-ға 30-ға келгенде, сонда сіз қазіргі өміріңізді бала үшін арнап, мысалы жаңағы ханымда консультациядағы бала үшін соншама нәрсе жасайды, и 30-ға келгенде, а где ваша благодарность? А неге маған там, не знаю, звондап тұрмайсыңдар, ақша жеп тұрмайсыңдар, хал жағдайын біліп тұрмайсыңдар деп отырса мысалы, да? Получается, у нее будет синдром опустошенного гнезда. Ол не деген сөз? 50-ге таяғанда көптеген аналар депрессияға кіреді. Неге? Себебі балалар өседі, өз сүйіктілерін табады, барлығы кетеді. И сол кезде өзі у корыта қалады. Күйеумен отношения қарасаң бітшіт, балаларыңа қарасаң әркім өзімен кетіп қалған, өзіңе қарайсың, өз сүйіктісіңді таппағансың, и отырсың да мысалы. Өз құндылығымен өмір бойы өмір сүрмегенсің. Сөйтіп, өмірің де бітіп қалған. Понимаете, о чем я говорю? Я знаю, о чем я говорю, потому что маған консультацияға 50 жасар, 60 жасар кісілер келеді. И оларға проработка жасау, 20 жасар кісілерге проработка жасағанға қарағанда, 20-30 жасар өте қиын. 2-3 есе қиынырақ. Неліктен? Себебі уже миы үмітсіздікке кіріп кеткен. Себебі ішіндегі нейромедиаторлар до того нығайып қалыптасып қалған, оны ауыстыру, өзгерту ұзақ жұмысты талап етеді. 20-30 жасар ханымдарға бүкіл қиын өздерінің травмасын проработка жасау үшін 10 терапия жасасам, ол кісілерге бәлкім 20 терапия керек болуы мүмкін. Понимаете? И получается, самый важный, ключевой момент, менің видеоларымды көбінесе жастар тыңдап жатқан болуы мүмкін. Да, и сіздерге үндеу, өзіңіздің құндылығыңызға сай өмір сүріңіз. Чтоб в конце 50 жасқа келгенде баламнан рахмет күтіп қиналып қалмас үшін, келініңнен рахмет күтпес үшін, қазірден бастап өзіміздің құндылығымызға сай өмір сүру сізге бақыт сыйлайтын болады. Сіздің нақты құндылықтарыңыз не? Жалпы бұл видео құндылықты түсіндіру туралы болды. Бәлкім сіз құндылықтың маңыздылығын түсіндіңіз, бірақ өз құндылығыңызды қалай түсінсем болады деп сұрап отқан ханымдар бар шығар араларыңызда. Онда сіздер үшін мен Zoom встреча ұйымдастыра аламын. Ұйымдастырғым келіп тұр. Неге? Себебі мен түсінуім бойынша шындап та адамның құндылығын білуі өзі үшін өте маңызды. Бірақ YouTube'да мысалы қазір практика ашса деп айтсам болады еді. Бірақ ол көп қаралым жинау мүмкін, трендке шығып кетуі мүмкін рекқада, но сіздің до конца жасауыңызға дұрыс па, дұрыс емес па көмектесу үшін қастарыңызда өзім болғанды қалаймын. Сондықтан прям онлайн форматта Zoom встреча ұйымдастырамын. Сол встречада тек қана осы құндылыққа байланысты сөйлесетін боламыз. Өзіңнің нақты құндылықтарыңды шығарып, біліп кетесің. Құндылыққа байланысты өте үлкен, мықты упражнение менде дайын тұр. Ол упражнениені міндетті түрде келіп бірге жасаймыз. Оған қатысу үшін просто сутегін дей алмаймын, энергообмен болу керек. Оған қатысу үшін менің YouTube каналымдағы кез келген өзіңізге ұнаған подкасты инстаграмыңызға салып, неліктен мені көрудесіз, қандай пайда алудасыз, соны белгілеп кетулеріңіз керек. Оны мен көрем, бірден сізге Zoom ссылка жіберетін боламын. Егер жоқ, мен инстаграм парақшамда жариялағым келмейді дейтін болсаңыз, себеп мен ондай адамдарды түсінем. Өзім де блог жүргізем ғой, и мен ондай нәрселерді түсінем да, кейбір адамдар олай қаламау мүмкін жариялағанды да. И олай болатын болса, онда өтемі құны 5000 теңге. Описанияда Каспи ссылка қоятын боламын. Получается, сізде таңдау бар. Өз құндылығыңызды анықтау үшін 2 жол бар. Біріншісі, любой подкастымды алып, инстаграмға шығарып, өзіңіздің сторисіңізда неге бұны тыңдайтыныңызды бөлсесіз, және менімен бірге кәдімгідей отырып онлайн
зумда отырып бірге сіздің құндылықтарды есептейтін боламыз да сіздің нақты қазіргі өмірлік стратегияңыз немен келе жатыр, нақты сіздің құндылығыңыз неде, соны қарайтын боламыз. Одан бөлек, егер бөлісе алмаймын десеңіз, онда просто 5000 теңге жібере қоясыз. Одан кейін сізге де зум ссылка жіберетін боламын. Ортақ уақыт бекітіп, міндетті түрде кездесіп, жаңағы упражненияны бірге жасаймыз. Одан кейін уже записі сіздерге міндетті түрде берілетін болады. Әрине, ютубта жай ғана бере салсам болатын еді, бірақ ол жерде жасағаннан кейін, мысалы, сіздің миыңызда просто гуглдан тағы да бір информация сияқты қалып қалады да, а я этого не хочу. Я хочу, чтобы сіз конкретно бір упражнениені естідіңіз ба? Давайте онда жасайық. Дұрыстығына көзіміз жетсін, бір-бірімізбен контактта болайық, сіз маған жазыңыз, менде мынандай құндылықтар шықты деп. Себебі ол құндылық деген тақырып жалпыдан мен вообще подкаст түсірейін ба, түсірмейін ба дегенде қатты ойландым. Мені адамдар түсіне ма деп та. Себебі мотивация, дисциплина деген тақырыптар оңай тақырыптар да, оны и так сіз менен бөлек миллион адамнан естіген де шығарсыз. И ол туралы айту, есту біз үшін оңай, құлағымыз үйренген. Алайда құндылыққа келген кезде көп адам өзінің шынайы құндылықтарын біле бермейді. Сондықтан өмір бойы адасушылықта өмір сүруде де түсінбейді. Неге мен тұрақты намаз оқи алмаймын? Неге мен баламды ұрып қоя беремін? Себебі белгілі бір құндылықтары жоқ. Неге мен тағы күйеуіммен осылай айқайласып бет жуыса беремін? Неге мен спасатель роліне кіріп кете беремін? Деген сияқты сізде сұрақтар болуы мүмкін. Мінекей сол сұрақтардың терең жауабын зум контактта жасай аламыз. Оның ұзақтығын енді білмеймін. Зум контакт қанша болады, бәлкім 1 сағат, бәлкім 2 сағат, қатысушылардың санына байланысты, сіздің включенно отырып маған сұрақ қоюларыңызға байланысты. Сондықтан ол уже келесі подкастта емес, керісінше зум встречада болатын болады. Сондықтан екі таңдау бар. Тегін жасағыңыз келсе, пожалуйста, Instagram парақшаны қолданып, тегін жасай аласыз. Жоқ, мен оны олай емес, лучше ақшалай берем десеңіз, олай да беруге болады. Себебі энергообмен болған кезде ғана сіздің миыңыз конкретно қатысуға, бір нәрсені өзгертуге, шынайы мен құндылығым не деген сұрақтарға жауап іздегісі келіп отырады. Сондықтан көп сөз созбайын, құндылық өте маңызды екендігін сізге жеткіздім деп үміттенемін. Міндетті түрде описанияға өтіп, либо репост, либо ссылкамен өтіп төлем жасаңыздар. Бірақ келесі кездесуіміз ютубта емес, иншаллах, зум ссылкада болсын. Келесі көріскенше сіздермен қош саламатта сау болыңыздар. Менің ютубтағы басқа да видеоларымды көріңіздер. Сіздер үшін жай ғана подписка, жай ғана лайк, жай ғана репост болуы мүмкін, бірақ мен үшін ол өте үлкен қолдау. Және де басқа да адамдар үшін пайдалы ақпараттың көбірек тарауына сіз себепкер боласыз.